328-100 метрге ішінде естетеді. Тұруға болмайды, значит. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Қайдаларыңыз ғой? Аман есенсіз ба? Бір минут қабыл ма сізді? Ақыр тоқтап қойыпсыз ғой? Есіміңіз кім болады? 19-5 орында жүріңіз. Айтыңызшы сіздер. 328-100 метрге ішінде естетеді ғой. Тұруға абаренгі жағы болмайды ғой. Қазір тұрады уақыт ішінде отырмын. Ішінде отырмын деген болмайды. Өздеріңіз протокол түсіп бересіздер ғой. Ішінде отырмын, болмаса мен бүйтіп жатырмын деген халыққа қарамайсыздар ғой, дұрыс па? Тастап кеткен жоқ қой, ішінде отырмын. Жоқ, дұрыс қой. Мына жерде қарапайым халық тұратын болса, егер сіздер ішінде отырмын, тастап кеткен жоқпын, аварийный ситуациямен отырмын дегенге қарамайсыздар ғой. Протокол түсіп бересіздер ғой. Қараймыз. Қойшы, қарайсыздар ма? Күтуге болады машина. 2-3 минут күтуге бола ма? Оны халыққа да естетпейсіздер соны, айтып түсіндірмейсіздер. Келесіздер да кім болсаңыздар да штраф береді ғой. Қаруластарыңыз ғой. ДПС. Сіз болмасаңыз да ол сіздердің қаруластарыңыз. Білесіз ба? Ішінде отырмын, машина ішінде отырмын. Жоқ, дұрыс қой. Знак. Жоқ, ішінде отырмын, машина. Мен бағанадан бері күтіп отырмын ана жерде, қарап отырмын. Қанша уақыттан бері. Тастап кетсем, бір қоя дей аламын, ішінде отырмын, машина ішінде. Протокол тіздірейік өзіңізге, машина ішінде отырмын, кеткен жоқпын. Жарайды, халыққа да тізіп бересіздер ғой. Халықтың машина ішінде отырмын, болмаса қазір тұрып тоқтадым деген қарамайсыз. Кеткен жоқпын машина ішінде. Жоқ, қарамайсыздар ғой. ДПСниктер қарамайды ондай нәрсеге. Білмеймін, ДПС емес ғой. Онда шақырамыз. Милиция қызметкерлерін. Болмаса Фейсбукқа таратып, болмаса неге әлеуметтік желіге қаратайық. Солар штрафтарыңызды түсіп берсін, иә? Таныстық боламыз бе? Есіміңіз кім? Қай жаққа қарайсыз? Қай ровда? Қай жаққа қарайсыз? Әл-Фарабиге. Одан Әл-Фарабиге жолдайтын болыңыз. Бастығыңыз кім? Начальник ровда? Алмасбек Нұрлан. Алмасбек Нұрлан. Жарайды, рахмет. Жол болсын. Негіз тұруға болмайды ғой, дұрыс па? Негіз тұруға бола ма, болмай ма? Машина ішінде отыруға болады. Қанша минутта дейін? Уақыты қанша? Уақыты бар оның. Уақытын айтсаңшы. Уақыты білмеймін. ДПС-ім. Әл-Фарабийский ровдымыздың басшысы Алмасбек Нұрлан мырза, сіздің қызметкерлеріңіз заңды білмеймін дейді. Неге? Бұл кісілер жетік білуге міндетті ғой. Бұл кісілер заңды оқыды ғой. Қай жерде болса да, водитель болса да, өйткені қызметке заң білмей кіру деген милиция қызметкеріне ұят тірлік деп ойлаймын. Алмасбек Нұрлан мырза, осыны бір неге алсаңыз, қолға алсаңыз болмайды ғой сотрудниктеріңіз. Одан кейін жарты сағатқа дейін, 10 минутқа дейін тұра беруге болады дейді. 327 знак көрсетіп тұр, 100 метрге дейін тоқтауға болмайды деп. Ал бұл 10 минутқа дейін болады дейді. Осыны точно шешіп алсаңыздар, бір қызметкерлеріңіз келеді да протокол түзеді халыққа. Бір қызметкерлеріңіз өздері тұрады да сасқалақтап не істерлерін білмейді де, жарты сағатқа дейін тұра беруге болады деп айтады. Ят қой мынау. Заңды жетік меңгеру керек қой бұл кісілер. Оқудан шыққан жоқ па? Милиция қызметке сотрудниксіздер ғой, барлығын білулеріңізге тиістісіздер ғой сіздер. Жарты сағатқа дейін отыруға болады. Жарты сағатқа дейін, 10 минутқа дейін ба? Жарайды, бұдан кейін ұғынатын болады қалған ДПС-терге. Жетілеріне жеткізетін болады. 10 минут жарты сағат тұруға болады екен. Бұл кісі айтады, 10 минут жарты сағатқа дейін тұруға болады дейді. Мынандай 328 знакқа дейін.